Байғанин ауданы, Миялы ауылы. Төлеген Айбергенова атындағы орта мектептің 3-ші сынып оқушысы Нұртазина Әнжу Надырханқызы. Арнайы қаламгер онлайн байқауы үшін Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасынан үзінді. Осы жұрт Ескендірді білемекен. Македония шаһары оған мекен. Сүйіс патша баласы еркөңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам. Күйіп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге көз алартып, қарады оны солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды. Жақын жерге жау болып тұраттанды. Көбелді, күтінбеген қырғы жойды, ханды өлтіріп, қаласын тартып алды. Жазасыз жақын елдің бәрін шапты. Дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде bonан болып, мүмкіндікпен қолына тартты. Қаныш Ескендір елге алмаған қан қоймады. Алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын атташыл, жердің жүзін алуға ойлады. Қанішер, қаһарлы хан ашу. Атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен: ханның ханы, патшаның патшасы. Атағы талай жерге оның жетті. Жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер жиып, шарықтанып, Ескендірге жетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның. Бәрінде алды, қорқытты жолдағының. Жан шықпады, алдынан тоқтауы жоқ. Жердің жүзін жеке біліп алмақшының. Жүре-жүре біраз шөлге түсті. Алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрін ішті. Басына Құдай салды қиыз. Сандалды, сардалада сутып алмай. Шөлдегенде қайтеді босқа болмай. Қызметкердің бәрінде өлтірмекші болып шөлдегенге шыдай алды. Мысалы, астындағы ат олдағыш. Ескендірде аттың жалын ұшты. Жалтырап сәуле берген бір нәрсеге патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан өлді. Таспадай бейнеарықтан шыққан құлап, түсе сала Ескендір басты ойды. Ішсе суы өзгеше тәтті тымақ. Кепкен балық келтірді сонда тұрып. Сол суға балықты да алды бір жұлдырып, иісі